Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Бүгін біз сіздермен итальянский торт немесе пирог дайындайтын боламыз. Яғни негізінде торт деп немесе пирог деп те атасаңыздар болады. Ол үшін көріп тұрғандарыңыздай ең алдымен қамырын жасап алатын боламыз. Ол үшін 2 дана жұмыртқамыздың сарысын және де керек мөлшердегі қантымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай екеуін бірге араластырған кезде осылай аппақ күйге енеді. Содан соң еріткен майымызды осылай үстінен құйып араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырған дұрыс, қанты да еритін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай венчиктің көмегімен осылай араластырып алыңыздар. Содан соң бізге керек мөлшерде ұнымызды салып, оның үстінен қопсытқышымызды салып алатын боламыз. Ұнымызды әрине ситадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Ситадан өткен кезде ұнымыз тазарып келе шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қопсытқышымызды салып, екінші ұнның бөлігін салып, жақсылап қамырымыздың басын біріктіріп, бір массаға келгенше біріктіріп дайындап алатын боламыз. Дайын болған массамызды теңде 2 бөлікке бөліп, морозильникке салып қоямыз. Осылай орташа жұмсақтықта қамырымыз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда мен теңде 2 бөлікке бөліп морозильникке салып қойдым. Содан соң ортасына жағатын кремімізді дайындап алатын боламыз. Ең алдымен жаңағы 2 жұмыртқаның ағын шетке алып қоямыз. Соны жақсылап миксердің көмегімен 2 есе массаға ұлғайғанша көпіртіп миксерлеп алатын боламыз. Яғни массамыз 2 есе ұлғайған кезде ол ыдысымыздан түсіп кетпеуі керек болады. Осылай төңкеріп көрсеңіздер болады. Жайлап қант салып араластырып отырамыз. Содан соң 400 грамм қаймағымызды қосып тағы да миксерлеп алатын боламыз. Менде ең жақсы магазиннің 30% қаймағын істеттім. Сіздер де осы түрін пайдаланып көріңіздер. Мен алғаш рет істетіп жатқан едім. Өте тамаша екен. Осы қаймақ маған қатты ұнады. Содан соң 40 грамм ұнымызды салып, жақсылап бір келкі массаға келгенше миксерлеп алатын боламыз. Әрине іртігі қалмау керек, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң дайын сіздерде қандай форма бар, соған салып 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Ерекшелігі осыда сметаникке де ұқсап кетеді. Жеген кезде ауызда еріп кететін пирог болып шығады екен. Холодильникке салып қойсаңыздар да мүлдем қатаймайды, жұмсақ күйін ұстап тұрады. Содан соң осылай қамырын бөліп алған қамырымыздың астыңғы бөлігін мен шығарып алып, жайып форманың ішіне осылай қойып алдым. Немесе сіздерде егерде үккіш болса, үккіштен өткізіп, ерекше етіп жасасаңыздар болады. Мен осылай жасап алдым. Мен беткі бөлігін үстіне үккіштен өткізіп жасап алдым. Ортасына осылай салмамызды құйып, бетіне үйде менде малина бар еді, соның кішкене бөлігін сеуіп жібердім. Егер сіздерде жоқ болса, жай ғана өзін салып пісіріп алсаңыздар болады. Маған қызым көмекші болды. Осылай бетін кішкене тегістеп, 1-2 рет ұрғылап алсаңыздар болады. Сол кезде әдемі болып шығады. Міне осы жерде малинаны сеуіп қосып жатырмын. Осылай малинаны сеуіп жіберсеңіздер де өте әдемі болып шығады екен. Мен морозильникте сақтап қойған малиналарымды осылай сеуіп жібердім. Содан соң жаңағы екінші бөлігін морозильниктен шығарып, осылай үккіштің көмегімен бетіне сеуіп шығатын боламыз. Менде үккішімнің өткізгіштері өте кішкентай болғандықтан осылай кішкентай болып шықты. Егер сіздерде үлкен көлемде болса, олай да істеп алсаңыздар болады. Өткізіп жатқан кезде кішкене ұнға батырып алсаңыздар, менікі қатты қатайып тұрған жоқ болғандықтан ұнға кішкене бұлап алуға болады. Арғы бетін жан жағын
сосын өткізсеңіздер жақсы өтеді екен. Міне менде дайын болған түрі. Газге салып пісіріп аламыз. Маған тіркеліп қолдап кетіңіздер.